Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Амиролга. Мен каналыма қош келдіңіздер. Достар, бұл видеода сіздер менің қалай жиналып жатқанымды, қалай макияж жасағанымды және де қалай укладка жасағанымды көрсететін боламын. Және де мен туралы one fact болады. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер және де мен каналыма подписка жаса кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен біз әрине де шашымызды жуып аламыз. Мен уже душқа түсіп келдім. Шашымды жуып алдым және де қас кептіретін боламын. Ал ең алдымен біз шашымызды жуып аламыз. Мен уже душқа түсіп келдім. Қазір енді кептіріп бигуди жасайтын боламын. Вот. В общем, достар, мен осылай шашымды істеп алдым. Вот, өте бір достар, мен осылай шашымды істеп алдым бигудиға. Осы прям істедім. Мен негізінде осылай істеуге болады, бірақ білмеймін қалай. Сенбейді, короче. Вот. Енді осылай отырамын мен. Көремін сау. Ал мен макияжымды бастай беремін, және де бұл видеода мен сонымен қатар мен туралы one fact айтатын боламын. Дайын болыңыздар. Ең бірінші осындай, короче, менде типа спрей, бұл негізінде қарапайым су. Осылай сеуіп аламыз. Енді менде осындай клиниктің базасы. Бұны мен бірінші осылай қолыма істеп аламын. Потом уже бетіме істеймін. Яқта менде что айна тұр. Қандай әңгіме айтсам болады. Ең алдымен менің атым Амира. Негізінде атым Амира. Бірақ мен көбісі Амирока дейтіндіктен мен өзімнің аккаунтымдағы атымды, короче, Амирока дедім. Мені мама құттай кезімнен солай еркелетіп Амирока дейді. Сондықтан да осындай негізінде факт бар менде. Келесі этап бізде осындай праймер. Көріп тұрман. Вот. Мен негізінде мен косметикам видеосын түсіріп қойдым. Мен оны салып қойдым. Сол жақта менің бүкіл косметикамды көрсеңіздер болады. Бірақ та осы видео тағы бар косметиканы көрсетем. Осылай, короче, праймер жағаймыз. Бұл праймерді біреу күшті дейді, біреу не очень, короче, білмейміз. Түсінбеймін дейсің бе. Бізде бүгін погода кішкене жаңбырлы, өйткені білмеймін. Өйткені деп отырмын, неге екенін білмеймін. Кеше өте ыстық болды. Прям андай кондиционер қосатын күн болды. Вот кеше шай ішуге бір шама болмай, короче, осылай. Осылай істедік. Енді менде келесі этап бұл менде қасым, бірақ қасымды давайте мен видеоға түсірмеймін, просто өзім жасап алам. Өйткені ол өте көп уақыт кетеді. Когда как. Қасымда мен осы каллигер, сенсілімен жатқызам, және де осындай каллигерлмен бояймын. Все, достар, мен қасым жасап болдым. Енді қасағат неше? Қасағат 3-4 болып қалды. Давайте енді мен туралы екінші факт болсын. Мен деген негізінде блогерствоны өзімнің 13 жасымда бастаймын ба деп ойлап жүргенімін. Оны мүшел жас қой, енді мүшел жаста осылай YouTube түсіремін ба деп жүргенде, короче, менің опытым жетпеді маған. Мен түсіндім, что маған әлі ерте деп. Бірақ негізі сол кезде бастау керек еді. Вот. Короче, менде екінші, ойбай, тон менде CC крем, Lux Visage. Так, айнамызды қойып алайық. Маған кішкене ақасын неудобно екен, өйткені бір қойылмайтын айна екенсің, сен ше. Мен тонды жағып бастадым. Осылай мен жағамын. Вот.
Бұл CC крем болғаннан кейін бұл негізінде ана қатты легкий болады, BB крем, потому что біздерде кішкене слой бар, вот. Осылай, короче, аламда и осылай істеймін. Бұл, кстати, не подстраивается под тон, то что маған ұнамайды десенде. Ну, нормально, в принципе. Вот, осылай істейміз. Ой, Алла. Вот, осылай. Менде видите, там прям күшті. Так, енді екінші жағымда. Мен осы астан бастаймын. Так, давайте енді мен туралы үшінші факт бар. Үшінші факт. Короче, мен деген негізінде менде социофобия болған. Социофобия ол типа андай ғой. Мен түсінуімше социофобия бұл адамдардан типа ұялады, что-то такое. Что-то сондай бар, короче, вот. Вот. И менде сол болған, короче, мен деген андай общественный жерлерде көп түсіре бермейтінмін, вот. Істемейтінмін, короче. Бірақ уақыт өте келе мен аралатырмын, жойып менде сол социофобиям. Вот. Мен қазір прям барлық жерде түсіре алам, типа барлық жерде осылай спокойно істей алам деген жоқ менде қазір. Бірақ та спокойно вот менде жойып жатыр сондай. Вот. Так, менде уже тон, видите, қандай күшті жатыр. Мен еще легкий жауып жатыр негізінде. Вот. Сол. Так, дальше не айтамын мен деген үйдің ең еркесімін, үйдің ең кішкентайымын. Вот. Бірақ мен почему-то мен деген негізінде қатты еркелегенді жақсы көрмейтін адам. Қазір мен соны түсіндім. Мен типа неловко қалады, если мен қатты еркелеп кетсем. Как будто ол дұрыс емес сияқты мен үшін. Хотя мен білемін, что это нормально. Вот. Так, тағы не айтайын. Осылай, короче, уже тоным кетіп жатыр. Вот, енді осылай маңдай жаққа жағамыз. Что тоным не істемей қалатын сияқты, маған жетпей қалатын сияқты. Такое ощущение болады. Или жетеді ма? Так, дальше не айтайын, достар. Мен деген мен, короче, қазір айтам. Мен деген тамақ пісіре алмаймын. Пісіре алам, бірақ көп нәрсе пісіре алмайды екенмін. Вот. Короче, көп тамақты пісіре алмаймын. Мен, например, элементарный сіздердің білетінін, может быть, барлығы істей алатын, даже ұлдар істей алатын тамақты мен істей алмай шығармын. Например, не істей алмаймын. Гречка істей алмаймын. Мен, например, тағы істей алмаймын. Суп дайындай алмаймын. Суп дайындау білмеймін. Дайындау білмеймін. Короче, осындай менде тон шығып жатыр. Маған неудобно осы екі жерден. Дальше менде консилер Катристан. Шаққа тек жағым болды. Өзің қыздар айтатыным сіздерге бір нәрсе, ол синяк скрывать ететіндей андай ақ не алмаңыздар консилер. Ол наоборот подчеркивать етеді. Мен түсінгенім бойынша. Короче, осылай вот. Где уже получается тон осы шықты. Все. Мен, кстати, тонды всегда осындай плоский заттарға істеймін, чтобы андай ровный болып шығу үшін. Дальше менде контур, шиктан. Так, менің уже төртінші факт бар. Төртінші факт мен туралы мен не істеймін. Ой, достар, мен негізі осылай істеуім керек қой бірінші.
Такс. Адысап мен, кстати, уже обычный как еще жыл бұйырса. Және де вообще, мне кажется, ең қызық жыл это 11 класс сияқты почему-то. Дальше менде румяна, ол менде помада осындай Кикодан. Короче, қолымызға істей аламыз. Енді бізде осындай пудра тоне көрмейді. Вот, религия. Ашамыз. Және де істейміз. Мен негізі бейкинг қылып жасамайым тұр ше. Білмеймін хотя. Может жасамайым. Это жестко. А, кстати, был пудра очень не просветит. Біз, короче, бейкинг жасадық. Потом істейміз оны. Спонжик рандырадық. Енді істейміздер. Енді, короче, 7-ші факт. Мен деген бір рет шетелге шықтым. Такс, осы порядкамен істейміз. Осыда бастаймын да. Белойдан бастаймын. Страхивать. Снялась на просто кусалась, мне вообще на глазам. Текст есть. Енді осылай көктер боламыз. Кірпігімізді. И... Так, 9-ші ма? 10-ші факт қалды. 9-ші факт дизайн. Мен деген... жүзе алмаймын. Вообще жүзе алмаймын. Мен даже анда терең судан қорқамын. Енді осындай кірпік қалды бізде. Самоклеющий. И все. Так макияжды бейкинг жасаймын да. И ерін жасау керек еще. Все, енді бейкинг. Ой, бейкингті істейміз қалды.
соңғы этап. Ой, соңғы емес. Сондай хайлайтер. Бұл мен 5 жылдай биге барып жүрдім, бимен айналыстым, конкурстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүрдім. Осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және де менің каналыма подписка жаса кетіңіздер.